Саламатсыздар ма? Мен Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп-лицейінің 10 сынып оқушысы Ордабай Назым Құралбекқызы. Менің кәсібім менің бизнесім номинациясы бойынша бизнес-жоспар жобасы. Тақырыбы жылжымалы кинотеатр. Біздің елімізде, оның ішінде өзіміздің аудан орталықтары мен ауылдық округтердегі тұрғындарға арналған демалыс орындарының жетіспеушілігі, жылжымалы жалпы кинотеатрдың жоқтығы өзекті мәселе болып отыр. Мақсаты аудан және ауылдық округ жұртшылығына қолжетімді және тиімді мәдени демалыс орнын ұйымдастыра отырып, адамгершілік, мәдени құндылықтарын дамыту. Міндеттері: тұрғындардың бос уақыттарын тиімді пайдалану, көркем фильмдер, ұлы тұлғалар туралы және патриоттық тақырыптағы кинолар көрсету. Цифрландыру кезінде адамдар арасында ең маңызды құндылық қарым-қатынасты нығайту. Жоба сипаттамасы. Жобаның стратегиясы. Жобаның маркетингі. Өндіріс бағдарламасы. Қаржыландыру құрылымы мен көздері. Қорытындылай келе, жүргізілген зерттеу нәтижесінде жылжымалы кинотеатр сияқты бизнестің түрі табысты және келешегі бар екенін көрсетеді. Қазығұрт ауданында жылжымалы кинотеатрға қажеттілік бар. Жүргізілген қаржы есептері ұсынылып отырған жобаны нақты жүзеге асыруға болатынын және пайда келуге қабілетті екенін көрсетті. Назарларыңызға рахмет.